аны халсайман дейсіз бе, жіп мата? Мата деп ойлайсыз, жақтығында жауабын тыңдап көрейік. Адырна Садақтың ішек жібі. Демек, ақынның лирикалық қоғамдағы сарындағы өлеңдері кез келген жастағы адамды еліктіріп жіберетіні рас. Ғашық болдық біреуге, жалын отсыз кінәладық біреу деп сырларым. Шеше алмадым жыр сәбидің құндағын, әзер жеткен аузы көкке бұл қыстан, жетім қозы сияқтан тұрғаным. Бой алдырып берілген соң тұрмысқа, ақын үшін жатпай ма бұл қылмысқа? Кешірер ме? Жазылуға тиісті жазылмаған бір кітабым бір қыста. Ұмыт болар былтыр жауған ақ қардай, ұмыт болар асқа тартқан көкпардай, ұмытылар бәрде. Өлеңдеріне ән жазылып, халықтың сүйіп айтар әніне айналуы, хан бейбі ақынды, хан қызындай, хан бейбі таңдырды. Қанша жерден аған. Бесіктен белік шықпай жатып, қайдағы махаббат саған? Әкең көрсе не дейді? Шешең көрсе не дейді? Махаббат сенен не жейді деп мені қатты ұрысты. Мен жылап қалдым. Сонда енді махаббат деген 17-18 жастан басталады ғой. Мен 20-да болсам. Сонда кейін жаздым. Қатал еді әкем де, қатал еді бастығым деп. Бірақ сол махаббат көңілімнің төрінен орын алды деп. Сондықтан ол махаббат жас адамның жүрегінде өмір сүре береді. Жас адам ойлайды бұл махаббат деген мәңгілік деп. Кейін менің жасыма барғанда, 50-ден 60-тан асқанда айтасыңдар әже болған кезде. Махаббат деген өтіп кететін нәрсе ғой деп. Мәңгілік махаббат жоқ. Менің бір кітабымның аты махаббатым мәңгілік. Бұл енді мен сіздерге шынымды айтып отырмын. Қазір махаббатқа сенесіңдер. Ол махаббаттан өтулерің самғаған. Құралай көзді ақын қыз ақштап ізін жалғаған. Сен шыққан биік жоқ әлі, сен шықпақ биік жоғары. Қайралмай жатқан жас талант қиып түссем деп соғады деп. Міне сол көңілші сөйлеген ағаларымның батасын алдым. Қолым дірілдеп, өлең жазатын дәптерімді бердім. Сөйтіп ақын адам батыл болу керек деді. Ана қолым дірілдегенін байқап қалды ғой. Сөйтіп мені бірінші рет ақын адам деген сөзді
Төлеген Айбергенов айтты маған. Сол үшін де бақыттымын. Өлеңдерімді, дәптерімді былай парақтап, тез қарап шықты. Мен ойладым, мен қанша күн жаздым сол өлеңдерді. Ағай бір басқа қарап шықты ғой, менің өлеңдерімді қайдан біледі деп ойладым. Сосын жаңағы дәптерімді жауып, өлеңдерің жаны бар өлең екен, тегі бір қараға жетіп жығыласың деді. Мақсатыңа жетесің деген сөз сендер түсінесіңдер ма? Сосын неден басталды? Менің ақындық жолым мына сендер сияқты оқушы кезімнен басталды. Мектептің 9 класс мен Сарыағаш қаласындағы Мұхтар Әуезов атындағы орта мектепті бітірдім. Сол мектептің қабырғасында өлең жазатын қыздар бар ғой. Мына қазір енді қабырға газеті шықпайды ғой. Біздің кезімізде қабырға газеті шығатын. Өлеңіміз қабырға газетіне шықса, бір қоқиланып, басқаларға қарағанда мақтаныңқырап сөйтіп жүретінбіз. Сол бір күні Рабиға Далиева деген әдебиеттен сабақ беретін апай айтты, сен өлеңдеріңді аудандық газетке апарып көрсей деп. Сол көп өлең жазғам, аудандық газетке бардым. Сөйтіп барсам, бір топ ер азаматтар, кісілер сол редакцияның кабинетінде әңгімелесіп сөйлесіп тұр екен. Сол кезде мен ойладым, ақын адамдар ылғи ер адамдар болады екен ғой, қыздар өлең жазбайды екен ғой деп ойландым. Сонда жаңағы столда отырған бір деген кітапты алып келдім, осыдан табиғат туралы жазған өлеңдерімді сіздерге оқып жатырмын. Жылдың 4 мезгіліне де арналған өлеңдерім бар екен. Қыс, көз, жаз, наурыз, мынау көк шалғын. Мен дағы табиғаттың бөпесімін. Жерде боран, аспанда күн шығып тұр. Мың құбылар сәт сайын тіршілік бұл. Алай дүлей болғанмен айналаңыз, қар астынан бәйшешек гүл шығып тұр. Бірде ызғар, біресе жайма шуақ, түсе берер үнемі қайда шуақ, шүйлік Таңда сіз секілді жаңағы өзін ақындығымен танылған, кітабы, жаңа өлең жырлары, кітаптары шыққан ақындар бізде саусақпен санарлық десек болады. Енді менің сұрағым, қазір сіз білесіз, бізде Мұхтар Шаханов. Бүгін міне Сарыағаш ауданының құрметті азаматы, Парасат орденінің иегері, Қазақстан Республикасына еңбегі сіңірген қызметкер Қанбибі Есенғарақызы сіздермен кездесуге келіп отыр. Қымбат уақытын қиып біздің болашағымыз сіздерге үлкен үміт артып келіп отыр. Құрметті Қанбибі Есенғарақызы, біздің балапандарымызға берген қымбат үгіт насихаттарыңыз, өсиеттеріңіз үшін алғысымыз шексіз. Қымбат уақытыңызды қиып бізге келгеніңізге мың алғыс. Осындай абыз